кетті. Ай, бұл қылығың мүлден аптырған жоқ. Сауда автоматы. Бағаңда удай. Босат оларды. Не сұмдық? Венеция. Ковальский, не дейсің? Барлық деректерді сараптай келе оққаным, әрімшік қытырлақтарын тым көп жақпайтпын. Біз жауылмағындамыз. Шөлде қысты. Рико, бізді мына түрмеден алып шық. Жарайсың, Рико. Сен командамыздағы орны бөлік ең керекті мамансың. Сарбаз, қақылатын уақытты тапқан екенсің. Доғарған е. Қараңғыда қатер көп. Бұндай орындарды жек көрем. Сарбаз жоқ. Саған батырма туралы не деп? Кешір, не дедің? Күлімізді көкке ұшыратын алып лазерге ұқсайды екен, мырза. Тағы біреуі. Жоқ. Бұл не? Тілазар екенсіңдер. Әдемі құстар торда отыруы керек, солай емес пе? Ой. Бұларың енді көңілге тиеді екен. Өздеріңмен қайта табысқаныма қуанып тұрмын. Шкипер, Ковальский, Рико және кішкентай сүйкімді сарбаз Пуп. Сен кімсің? Жұрт мені доктор Октавиус Брейн ретінде таниды. Генетика ғылымын зерттеуші, ірімшікті сүйіп жейтін, қайырымдылықпен айналысатын ізгі жан санайды. Ал сендер менің басқа ескі ныспымды білесіңдер. Атымды енді ешқашан естімейміз деп үміттенген боларсыңдар. Келес, өткен өмірлеріңнің көлеңкесі. Мен сол Дейвпін. Ковальский? Жоқ, мырза, танымайым. Дейв! 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 Дейв? Дейв! 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 Кешіріңдер. Тоқта, мен мына жақта тұрамын ғой.